Айту ерте шығады. Бөгет болу үшін да. Ара қашықтық, дәл осындай қашықтықта қанша уақыт? Қиналмай, осындай Мадиев, бірақ әлі болар емес өзбек спортшысы. Керемет. Тым болмағанда бір қолын мұрашып пайда болады. Оны жасап та отырғазы, емес. Мадиев Саймумин болу керек. Әдейі белсенділік көрсетпей, көмегімен аяққа тұрып кетпекші ойы бар. Тоғын ұстауға болмайды әрине рефери. Болмаса өте жақсы. Шынымен де өте керемет. Қайда болса болған кәдімгі денесін қысып. Закиров соққы жаудыруда шабуылдар тастайды екен. Мадиевтің кейде әдістері міне қазір мүмкіншілік пайда болды. Олай да бұлай да айналып қарсыласына болады. Өте жақсы. Міне тағы да дәл осы позициядан Саймуминді қиналып осал тұстар бар екенін көрдік. Қай позицияны раундты сөзсіз тынығып алып Внимание, второй раунд. Стартует. Встречает свои комбинации для прохода. Я так понимаю, в ноги. Не удается ударную дистанцию, но здесь он больше ищет возможности для прохода. Сейчас это фрикорный тейкдаун, но здесь слишком засуетился. Закиров попадает справа, в частности. Нет. Лоу-кик от... Удастся ли сейчас контролировать? Забрасывает ноги на своего оппонента. Забирает спину. В проигрышной позиции. Здесь Саймумин включает таким же коленом. Санжар. Снова попытка. Пытается забрать спину. Забирает. Не будет забраться. В бэкмаунте. Санжар Закира. Результат второго раунда для судей. Удары для демонстрации сигналов. Для... Потерял из этого позицию. Саймумин решил под... Мадиевтің аяқ ұмтылған сәтін күтеміз. Саймумин және өте жақсы. Бэкмаунт жасай алады. Артықта өкінішке орай сақ қалар емес. Міне көрдіңіздер ме? Артық кейін өте жақсы. Міне клинчтен құтылып шық. Және дәл бір басым позиция. Қазірда соққы. Мау, тағы да. Бэкмаунт тіпті қасынесіне шынтақпен бірнеше ауыр соққы. 3 минуттай уақытында. Бэкмаунт позициясын өте жақсы ұстауда. Бұл жерден жеңіл Замир Фистерге түсті.